Бүгін біздің расми статистикабыз кейбір маалыматтарда 95%-ға чейін мұсылман деп айтады, кейбір маалыматтарда 80% мұсылман дейді. Қырғыз халқының бір қатмарлап қарағанда. Аның ішінде кейбірлері мұны да арқандай қатмарларға, сегменттерге бөліп қарағандар бар. Мен айтайын дегенімдегіле қырғыздар бүгінгі күнде тарихта да кем емне деп өзім қандай сөзді айтпасын, мен мұсылман халқы болғандығына шегім жоқ. Мен қырғыз елін мұсылман халқы деп есептеймін. Бәлкім қандайдыр бір от парастар болғандар, су парастар болғандар, тоо парастар болғандар, қараңғылық жөрелгелермен жашағандар болғандар. Біз аларды жоққа шығарайық, бүгін деле бар. Бирок жалпысынан біздің ел дин менен жашаған ел екендігіне мен ишенемін. Буга биздин тарыхый булактарыбыздан, ансыз да бузулуп эленип келген тарыхыбыздан да көп маалыматтар бар. Демек біз бардығыз өзүбүздү мусулманбыз деп эсептейбиз. Социология тилинде өзүбүздү мусулманчылык менен идентификациялайбыз. Мусулмансыңбы? Албетте мусулман. Мусулман, атабыз мусулман, биз мусулман болгонбуз. Атабыз чоң молдо болгон ушундай биз мусулманбыз дей беребиз. Мусулмандын негизги өзгөчөлүгү анын намазы. Хадис бар ушундай. Мусулман менен капырдын айырмасы намаз дейт. Сиз намаз окуйсузбу? Мен эмне намаз окусам капырмынбы дейсиз? Мен билбейм аны. Мен кантип сизди капыр дейм? Капырды да капыр дебейбиз. Ал өзүн ыймандуумун деп атса, Кудай ошого тофук берем, чындап эле ыймандуу болуп калсын дейбиз. Биз бирөөнү капыр дебейбиз. Эч качан, Кудай сактасын. Бирок сиз намаз окуйсузбу? Себеби сиздин мусулман же капыр экениңизди биз аныктабайбыз. Жаратуучу өзү аныктайт. Сиз анын алдына барганда ким болуп турасыз? Мусулман болуп турасызбы же капыр болуп турасызбы? Мына ушуну ойлонуңуз. Ал менин алдымда мусулман намаз менен келсе деп атат. Же бул сөзгө ишенбейсизби? Анда сиз бул маалыматты текшеришиңиз керек. Сиз намаз окуганды билесизби? Намаз окусаңыз эмненин негизинде мусулманмын деп атасыз? Атаңыз мусулман болгон үчүн элеби? Элиңиз мусулман болгон үчүн элеби? Анда бул маселени ойлонушуңуз керек. Намаз окуңуз, эй мусулман.